Ассалаумағалейкум, электрик достарым, таныстарым. Электриканы енді үйреніп жатқандар, мүмкін электриканы білетіндер, бірақ толық білмейтіндер. В общем, бүгінгі тақырыбымыз автоматический выключатель, автоматты ажыратқыш. Вкратце айтып кетемін, тек толығырақ басқа сабақтарда өтеміз. Автоматты ажыратқыш дегеніміз не? Ол автоматты ажыратқыш деген нәрсе, ол коммутация жасайтын нәрсе. Мына жерде мынандай зат деп алсақ болады. Мынандай автомат, однополисный автомат. Тоқ келеді, кетеді үйге, мысалы. Қосасың, тоқ өтеді, айырасың, айырылады. Бұл коммутация жасайды. Бұл жерде автоматты қылып тұрғаны, қосылып тұрған кезде, обязательно қосу керек па енді адам. Бірақ бұл нәрсе астан кетіп жатқан тоқта короткий замыкание болатын болса, қысқа тұйықталу болатын болса, ажыратылады, автоматты түрде ажыратылады. Сол үшін оған автоматты түрде ажыратқыш деп атайды. Ода екі защита болады. Защита от перегрузки, перегруз болған кезде, және короткий замыкание болған кезде, қысқа тұйықталу болған кезде. Осы екі защитадан құтқарады. Мысалы, үйде бір автомат тұр, оның үйде бір тоқта қысқа тұйықталу болады, короткий замыкание. Сол кезде автомат айырады. Ал перегруз дегеніміз, ол белгілі бір диапазондағы тоқты, біз алып қойған тоқты, одан көбірек болып кетіп қалса, мысалы 16 ампер дедік, 16 ампердің бойында автомат қойдық, 16 ампер, оның үстінде бір 25 ампер ағып кетті, 23-24 ампер ағып кетті, 20 ампер, онда перегруз болып саналады да, и автомат айырады. Осы екі защита болады, және де характеристикаларды бөледі. Ішінде токовый характеристикалары B, C, D деп жазып тұрады. Оны болашақтағы сабақтарда өтетін боламыз. Автоматтардың түрлерін көрсетем қазір. Міне, схемаларда осылай белгіленетін болады автомат. Однополисный автомат осылай белгіленеді. Бізде және 3 полисті автомат бар. Автомат, 3 трехполисный автоматтар осылай белгіленеді. Схемаларда оның атауы SF болып келеді, кейде QF болып та келеді. Однополисный автомат, трехполисный автомат, трехполисный болып тұрғаны, міне арасында 3 обмоткісінде қосып қойдым, міне. Что егерде бір автомат айырса, қалған екі фазында алып кетеді айырып. Бір фазда қысқа тұйықталу болса, қалған екінші, үшінші фазаларда айырылады бірге. Тек бір фаза айырылмай қалмайды. Автоматтың түрлері, мынандай однополисный автомат болады. Мұндайлар көп қазір фирмалар, IBB, мынандай, Hyundai, ек дейді тағы, Schneider Electric, әртүрлі автоматтар көп. Трехполисный автомат дейтін мынандай болады. ABC жалғанады, және ABC шығады. Бізде схемасы көрсетілген, не? Схемадағысы. Қазір. Осындай болып болады. Мұна обозначениелер туралы болашақта басқа сабақтарда өтеміз. Автоматтарды қалай таңдау керек деген кезде. Мынандай автоматтар да бар, трехполисный автоматтар. Бұл уже үлкен тоқтарда пайдаланады. Мынандай түрлерде бар, тоже ұқсас. Бұлардың қасында уже дополнительный контактілері бар. Автоматтың айырылу тұрғанын, айырылмай тұрғанын көрсететін. Мына жерде барлық характеристикалар, бұларды болашақта сабақта өтеміз. Және мынандай да автоматтар бар. Бұл нән автоматтар уже. Шаң басып тұр.
Бұдан да басқа да автоматтар бар. Көп түрлі автоматтар бар. Оларды да болашақта көре жатармыз. Міне осындай жаңа көргеніңіздей автоматтар болады. Трехполисный, однополисный. Үйіңізге 220 келіп тұрса, однополисныйлар орнатылады. 380 вольтта келіп тұрса, онда трехполисный автоматтар орнатылады. Қысқаша автомат деп атайды ғой енді адамдар. Автомат дейді. Негізгі атауы автоматты ажыратқыш. Егер де сізге пайдалы информациялар болған болса, менің видеома лайк басып кетіңіз, подписать етсіңіз каналыма. Басқа да қызықты нәрселерді келесі сабақтарда өтеміз. Рахмет.